Алда барша бала-шағаның, өзіміздің сүйікті іні қарындастарымыздың қуанышты күні келе жатыр. Мектеп күні, мектептің оқу жылының басталу уақыты. Осыған байланысты Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бас мүфтиі Наурызбай қажы Тағанұлы жылдағы үрдісі бойынша биылда республикалық мектепке жол акциясын жариялаған болатын. Осыған Қостанай облысының барша кәсіпкер ағаларымыз, кәсіпкер апаларымыз үндерін қосып, дәл бүгінгі таңда биылғы дәл осындай бір қиын қыстау уақытта біздің кәсіпкерлеріміз біздің үнімізге үн қосып, мың оқушыға сөмкелерімен және мектеп құралдарына керекті барлық құжаттары, содан кейін кейбір кісілердің өтініштері бойынша тіпті кейбіреулеріне мектеп формаларына дейін алып берді. Алла Тағала осылай сәбилерімізді қуантатын күндерімізді мол қылсын. Осы үнімізге үн қосқан кәсіпкер ағаларымыз бен апаларымызға Алла істеріне берекесін берсін.